Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кубтық түбір астындағы санды біз түбірден шығарудың оңай жолын үйренетін боламыз. Бүгінгі біздің мысалымыз кубтық түбір астында 474.552. Біз бұны шығару үшін мен соңынан бастап 3-ке бөлемін. Енді бастапқы 474-ке қараймыз. 474 мына сандардың кубының арасында қай аралықта жатыр? Әрине ол 343 пен 512-нің арасында. Демек біз 343 7-ні біз алады екенбіз. Енді келесі 552-ке қараймыз. Бұның соңғы цифры қандай? 2. Ал енді мына оң жақ бағанадағы соңғы 2-мен біткен санның кубын іздейміз. Әрине ол 512, біз ол кезде 8-ді алады екенбіз. Сонда біздің 78-дің кубы 474.552 болады екен. Сау саламатты болыңдар.